Тұсаукесер жыры. Сәби қаз тұрғаннан кейін тез жүріп кетсін деген тілекпен жасалатын ғұрып пен ырым барысында айтылатын тұрмыстық салт жыры. Тұсаукесерге арнайы ала жіп дайындалады. Бұл ала жіп аттамасын деген ұғыммен шыққан. Сол жіппен баланың аяғын тұсап, жүйрік бол, шауып кет деген сияқты тағы басқа тілектерді айта отырып, оны әулеттің үлкеніне, ақсақалына немесе жиналған көпшілік арасынан көбінесе жүрісі жылдам, қимылы ширақ, іске епті қасиеттерімен көзге түсетін қағылез, пысық ер немесе әйел адамға тұсауын кестіреді. Тұсауы кесілген соң сәбиді екі адам ортаға алып шығады да тез-тез жүгіреді. Осы кезде тұсаукесер жыры шырқалады. Міне, осыдан бастап шынашақтай қазақтың өмір жолының алғашқы ізі жер бетін шимақтайды. Қиындығы мен қызығы мол жаңа өмірі басталады.